Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің кезекті тапсырыс Киргиз сайтынан келген Xiaomi компаниясының LED лампасы. Бұл лампа әншейін лампа емес, ақылды лампа, смарт лампа дейді. Қазір ашып көреміз. Мінекей қорабында мынандай инструкциясы Қытай тілінде толықтай. Басқа ешнәрсе жоқ. Және мына лампамыздың өзі. Мінекей лампамыздың түрі осындай. Мінекей мына жерде қарапайым өзіміздің E27 цоколі. Салмақты біраз, салмағы бар. Жарықтығы 600 люмен. Түсінің температурасы 4000 кельвинді береді. Тұтынатын тоғы 8 ваттық. Мінекей достар, қазір осы ақылды лампамызды іске қосып көретін боламыз. Ол үшін қарапайым осындай патронға жалғаймыз. Үйде кез келген люстраларға жалғасақ болады. Люстра болсын кез келген патрондарға. Мінекей жалған сәтте бірден жанады. Бұл лампамыз жанған соң бірінші кезекте смартфондағы Wi-Fi модулін қосып, сол жерде лампамыз таратып тұрған E-Link деген Wi-Fi желісіне қосыламыз. Осы Wi-Fi желісіне қосылған соң, алдын ала осы Play Market'тен жүктеп орнатып қойғанмын. E-Lite деп аталатын бағдарлама. Осы лампаға арналған. Ашамыз. Төменде шықты. Мінекей бізге жаңа құрылғы пайда болды деп окейді басамыз да, осы лампамыздың настройкасына кірісеміз. Мына жерде бізге мінекей Wi-Fi желісін таңдауды ұсынып тұр. Осы Wi-Fi желісін көрсетеміз де, осы настройканы жалғамас бұрын өзіміздің үйдің Wi-Fi, яғни интернетке шыға алатын Wi-Fi-ға қосыламыз. Мінекей мына жерде пайда болды. Мінекей бір құрылғы қосылды деп. Бұл менің смартфоным қосылған. Және next басамыз. Мына жерде осылай настройкасы процентпен кетеді. 100-ге толғанша күтеміз. Мінекей достар, бізде қосылыпты. Connect success деп тұр, яғни қосылды деген сөз. Complete басамыз. Және күтеміз. Лампамыз осы бағдарламада пайда болды. Өшірді басамыз, лампамыз өшті. Мінекей қараңыздар. Қайтадан қосу батырмасын басамыз. Қосылды. Өшіреміз. Өшті. Және бұл жерде алдын ала белгіленген 4 профиль бар. Мінекей мына жерде Baby Mode дейді. Яғни кішкентай балалар ұйықтауға арналған осындай режим. Өте ақырын жанады. Және 25%-тік жарықтық бар. 50%-тік және толықтай жарықтығы. Неке осын басақ қатты жанады, Baby Mode таңдасақ өте ақырын жанады. Және де бұл жарықтың жаңа интенсивность дейді ғой. Соны таңдау үшін мына жерде осы аппақ экранға саусағымызбен жоғары төмен жылжытсақ өзіміз қолмен таңдап алуға болады осы жарықты. Бірақ бұл лампа ылғида жұмыс жасап тұру үшін неке қазір көріп тұрсыздар, екі құрылғы қосылып тұр. Неке Wi-Fi желісіне бірі ол менің смартфоным, екіншісі мына лампамыз. Бұл лампа жұмыс істеу үшін үйде осы интернетке қосылған Wi-Fi желісі болу керек. Сол интернетке қосылған Wi-Fi желісі арқылы кез келген жерде жүріп, осы смартфонмен, мысалға жұмыста жүрсек, далада жүрсек, осы смартфонның көмегімен үйде тұрған лампаны қосып өшіре аламыз. Мінекей мысалға қазір мен Wi-Fi желісінен шығып кетсем де, мінекей көріп тұрсыздар. Жоқ, бір ғана құрылғы қосылып тұр Wi-Fi желісіне, ол біздің лампамыз. Және мен LTE, яғни басқа сетпен тұрмын, соның өзінде өшіп қоссақ болады. Мінекей достар, осындай алыстан өшіп қосатын функциясы бар, және жарықтығын реттейтін осындай ақылды лампамыз бар. Бұл лампаның характеристикасын айтып өттім. Түстің температурасы 4000 кельвин, яғни бұл не ақ емес, не сары емес, орташа сондай бір көзге жағымды свет деп айтуға болады.
жарықтығы 600 люмен. Бұл 600 люмен бір бөлмені жарық қылуға жетеді. Мінекей достар, бүгінге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Каналға жазылып лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, ВКонтакте желісіндегі тобымызға қосылып, сол жерде қойсаңыздар болады.